Сәлем досым, байланыста кинобек арнасы. Бүгін мен бір қосып бір киносына шолу жасайтын боламын. Біздің арнамызға жазылып кетуді ұмытпа. Дрис пен Филипп автокөлікті қатты айдап келе жатады. Филипп өзінің өмірінен шаршап, басы ауған жаққа кетіп қалғысы келеді. Арттарынан полицейлер қолай бастайды. Сол кезде Дрис Филиппке кел бәстесейік, мен олардан қашып кетемін дейді. Филипп оған келіседі. Бірақ кішкене жүргеннен кейін оларды тоқтатып алады. Дрис қайтадан бәстесейік, енді олар бізді шығарып салатын болады дейді. Филипп оған да келіседі. Дрис көліктен шығып жатқанда полицейлер оның қолын қайырып алады. Ол Филиппті шұғыл түрде ауруханаға апару керек екенін айтады. Сол кезде Филипп өтіріктен ауырып жатқан түрді салады. Полицейлер оны көріп, қорыққаннан дереу ауруханаға жеткізіп тастайды. Ребята, по машинам, проводим их! Кейін полицейлер кетіп қалғанда, ол екеуі де жолға шығып кетеді. Бұл екеуі бірден дос болып кеткен жоқ. Мен қалай танысқанын айтып берейін. Бір күні Дрис жұмыссыздық өтемақы алу үшін, ол бір жұмыс сұхбатына келіп, жай ғана қол қойдырып кету үшін келеді. Ол сұхбатта Филипп өзіне қарайтын адамды іздейді. Өйткені оның бойынан төмен сал болып қалған. Филиппке Дриспен сөйлескен ұнап қалады, ал Дриске керісінше Филипптің көмекші қызы ұнап қалады. Филипп құжатқа қол қоймайды, бірақ ертең осында келсең, қойып беремін деп уәде береді. Дрис Филипптің үйінен Фаберже жұмыртқасын ұрлап алып кетіп үйіне барады. Үйінде оны бір топ балалар күтіп отырады. Оның Адама атты інісі жаман адамдармен байланыста болады. Анасы үйіне келгенде, Дрис оған ұрланған жұмыртқаны берейін деген кезде, оған бірден ұрысып кетеді. Анасы оған осында ер жігітті бағып қағудан шаршағанын айтып, оны үйден қуып шығады. Ол түнді өзінің жолдастарымен бірге өткізеді. Ертеңіне ол Филипптің үйіне құжатты алып кетуге барады. Оны Ивонна атты көмекшісі қарсы алып, оған Филипптің үйін және Дристің жататын, жуынатын бөлмелерін көрсетеді. Сосын оны Филипптің қасына алып барады. Филипп оған, құжатыңды алып кетесің бе, әлде қалып жұмыс істейсің бе деп ұсыныс тастайды. Тағы да Филипп, сен бұл жерде 2 аптада шыдай алмайсың деп бәстеседі. Дрис ол ұсыныстан бас тарта алмайды. Ол алдыда қандай жұмыс күтіп тұрғанын білмейді. Оған Филиппті таңертең жуындырып, шашын тарап, аяғын жаттықтырып, хаттарына жауап беру деген сияқты істермен айналысу керек болады. Ең қиыны, бөтен ер адамның аяғына шұлық кигізіп, қолғаппен бір жұмысты істеу. Я не буду потирать ему задницу. Можно я поем? Ол үйде көмекшілер мен қызметшілерден басқа асырап алған қызы Элиза өмір сүреді. Элиза бір бұйра шашты жігітпен кездеседі. Ол жігіт Дриске бірден ұнамай қалады. Филипп пен оның марқұм әйелінің ұзақ жылдар бойы балалары болмайды. Содан олар Элизаны асырап алады. Кейін әйелі қайтыс болады, ал Филипп парапланда ұшам деп соғысып мүгедек болып қалады. Да посмотри, ему не больно. Прекрати, ты его обожжешь! Бір күні Дрис хаттарды оқып отырғанда, ол бір әйелдің хатын көріп қояды. Бірақ Филипп ол әйел туралы айтқысы келмейді. Ивонна Дристің бөлмесіне кіргенде, байқаусызда оның сөмкесінен пышақ пен шоқпақты тауып алады. Ивонна оны көргеннен кейін оған сенімсіздікпен қарайтын болады. Филипп өнер көрмесіне баратын болып, Дристі апарып тастауын өтінеді. Дрис мүгедектерге арналған арнайы көлікпен апарудан бас тартады. Ол аулада Мазератині көргенде, Филипп ол ыңғайсыз көлік деп айтады. Бірақ оны тыңдамай Филиппті алдына отырғызып, көлікті айдап шығады. Ауладан шыға берісте көршісі жолды жауып тұрады. Ол көршісі үнемі солай істейтін болады. Дрис оны көліктен шығарып алып, қалай көлікті қою керек екенін күшпен көрсетеді. Көрмеде Филипп бір картинаны 40 000 евроға алайын деп тұрғанда, Дрис қасына келіп, бағнасы жоқ картинаны қалай 40 000 евроға сатып аласың? Мен бұдан да күштісін жасай аламын дейді. Так, хватит болтать чепуху, дайте конфету. Нету ручек, нет конфетки. Филиппті жақындары Дристен аулақ жүруін айтып, Антуан деген туысқаны оны арнайы сол үшін кездесуге шақырады. Филиппке Дристің полицейлермен бұрын байланысқанын айтып береді. Бірақ Филиппке Дристің бір қасиетін ұнайтын. Ол оған ешқашан мүгедек ретінде қарамайтын. Ол әлі де Филиппке қоңырау шалғанда, ол өзі ала алмайтын біле тұра қолын созып тұрады. Магалиге де қырыңдауын жалғастыра береді. Бірақ Магали әрдайым бас тартады. Дрис Ивоннадан Филипптің жарты жылдан бері бір әйелмен хат алмасып жүргенін және онымен бірде-бір рет кездеспегенін естиді. Ал хаттарды Магали Филипптің айтуы бойынша жазып жібереді. Бір күні түнде Дристі Филипптің ыңырсығаны оятып жібереді. Филиппті фантомдық ауырсынулар мазалайды. Дрис оны тыныштандырып көреді, бірақ одан түк шықпайды.
Сосын ол Филипті серуендеуге алып шығып, жолда оған темекі береді. Сосын екеуі кафеге барып сөйлесіп отырғанда, Филипп Дристің Фаберже жұмыртқасын қайтаруын сұрайды. Ол әйелінің сыйлығы болатын. Келесі күні Филипп Элеонораға хат жазып отырғанда, Дрис сөзін бөліп, оған қоңырау шалғаны дұрыс болатынын айтады. Өйткені Элеонора бір хатында телефон нөмірін жазып жіберген болатын. Филипптің қарсылығына қарамастан, ол сол жерде қоңырау шалып телефонды Филиппке береді. Сөйтіп ол амал жоқтан сөйлеседі. Содан кейін Филипп пен Элеонора жиі-жиі телефон арқылы сөйлесетін болады. Дристің ауыр жұмысына қарамастан, ол екеуі анда-санда көңіл көтереді. Бірақ екеуінің көзқарасы екі түрлі болады. Филипп операда мағыналы нәрсе көретін болса, ал Дрис болса немісше сөйлеп тұрған бір ағашты көреді. Ертеңіне Филипп Элеонораға өзінің суретін жіберуді шешеді. Дрис екеуі бір суретті таңдайды. Ол суретте оның мүгедек екені көрінбейтін болады. Кейін Филипп ол суретті апаттан бұрын түскен суретке ауыстырып жібереді. Дрис өзінің сөзінде тұрып, бір күні сурет салуға кіріседі. Бірақ оның қасына Элиза келіп бәрін бұзып жібереді. Дрис Элизаның оған немқұрайлы қарауынан шаршап, ол Филипптің қасына келіп, оны орнына қояйыншы деп айтады. Филипптің оған көзі жетіп, онымен өзім сөйлесемін дейді. Суретін салып болған соң оны үйдегілерге көрсетеді. Барлығы дерлік оған жақсы баға береді. Филипптің де өмірге көзқарасы өзгеріп, ол Дристің таныстары арқылы өзінің арбасын 12 км сағатына жүретіндей қылып жабдықтап алады. Филипптің туған күніне оның достары мен туысқандары келеді. Барлығы классикалық музыка тыңдап жатқанда, Дрис Элизаны шақыруға қасына барады. Элизаны жігіті тастап, ол жылап жатқан болады. Сосын ол ұйықтататын дәрі деп іштің дәрісін ішіп қойған болады. Дрис оны жұбатып, қонақтардың қасына барады. Қайтып келіп ол классикалық музыканың орнына заманауи әндерді қойып билей бастайды. Оған бәрі де қосылып билеп кетеді. Кешке Дрис өзінің сыйлығы Элеонораның хатын береді. Элеонора өзінің суретін жіберіп, кездескісі келетінін жазған. Филипп кездесуден алды қатты қобалжып, ұзақ уақыт бойы киім таңдап, Ивоннаны өзімен бірге алып кетеді. Оның қобалжығаны соншалықты, Элеонора келмей жатып, Ивоннаға алып кетуін сұрайды. Дрис те өз уақытын босқа өткізбей, Элизаның жігітін мектептен кейін күтіп алып, барып кешірім сұра, сосын күнде круассан апаратын боласың деп айтып кетеді. С джемом или без? Сосын Дрис пен Филипп экстремалды демалыс өткіземіз деп тауға барады. Олар үйге оралғанда, Дристің інісі келіп күтіп отырған болады. Ол бір жағдайға тап болып, көмек сұрап келеді. Оны естіген Филипп, Дристі ұстап отыра алмайтынын айтып, оны жұмыстан босатады. Дрис адаманың туған інісі емес екенін, және анам деп жүрген кісі шын мәнінде тәтесі екенін айтып береді. Дрис заттарын жинап жатқанда, қасына Магали келіп, оны құрбысымен таныстырады. Познакомься, Фредерика. Доброе утро. Сөйтіп бәрімен қоштасып, ол інісінің шаруасымен кетеді. Дрис бұрынғыдан өзгеріп, анасына көмектесіп, оны жұмысқа орналастырады. Және ол жаман жігіттермен кездесіп, інісінің мәселесін шешіп береді. Филипп бұрынғы өміріне қайта оралғысы келіп, өз көмекшілерін жиі-жиі ауыстырып отырады. Олардың ешқайсысы Дрис сияқты болмайды. Өмірден үміті үзілген Филипп әбіржіп кетеді. Ол бір күні кешке Дриске хабарласып, келуін өтінеді. Екеуі Мазератині айдап қалаға шығып кетеді. Сол күні түнде көлікті қатты айдап полицейлерге ұсталып қалады. Ертеңіне Дрис Филиппті жуындырып, қалпына келтіріп мейрамханаға алып барады. Бірақ онымен таңғы ас ішуге бармайды. Ол Элеонораға хабарласып, Филипптің атынан шақырып қойған болады. Дрис кетіп бара жатып, Фаберже жұмыртқасын қалдырып кетеді. Здравствуйте, Филипп. Филипп басқа қалаға көшіп, Элеонора мен отбасын құрады. Дрис те өз отбасын құрып, бизнеспен айналысып кетеді. Екеуі де ең жақын достар болып қалады.